Әл-Бақара сүресі 33-39 аяттар. Ей адам, барлық заттардың атауларын айтып бер мыналарға, деді Құдай. Адам дүниедегі барлық заттардың атауларын атап берген кезде, Алла, жер мен көктердегі сендер үшін көмескі, беймәлім болған барлық істерді және де сендердің жария және құпия істеріңді біліп тұрамын деп айтпап па едім, деді. Кезінде біз періштелерге, адамға сәжде етіңдер деген едік. Сол кезде олар дереу сәжде етті. Тек Иблис қана тәкаппарлық көрсетіп сәжде етуден бас тартты. Сөйтіп ол кәпірлердің бірі болды. Ей адам, жұбайың екеуің жәннатта мекен етіңдер. Ондағы нәсіптерден қалғандарыңша ішіп жеңдер, бірақ мына ағашқа жақындамаңдар. Жоласаңдар, жамандыққа ұрынып, жазықты боласыңдар, дедік. Алайда ол екеуін шайтан азғырып, жаза басқызды да бақытты күндерінен айырды. Содан соң біз оларға бір-біріне жауыққан күйде түсіңдер бұл мекеннен. Жердің беті сендер үшін белгілі бір мезгілге дейін мекендейтін жай болады, дедік. Жаратқан иесінен тәлім алған адам тәубе дұғаларын оқып жалбарына бастады. Алла тәубесін қабыл етті. Ақиқатында ол тәубелерді қабыл етуші ерекше мейірім иесі. Барлығың бірдей бұл мекеннен жоғалыңдар, дедік. Сендерге менен имандылықтың тура жолы хидаят келер. Сол жолға түскендер қорқыныш пен қайғының азабында болмайды. Біздің әмірлерімізге сенбей, теріске шығарғандар тозақтың тұрғындары. Олар онда мәңгі қалады.